Келе жатқан жылан жылына байланысты бір жыланмен қатысты бір оқиға айтып берейін сіздерге. Мына қыз Утхра деген Индияның қызы 2021 жылы 25 жаста болған, бірақ жасы 25-те болса да, миы кішкентай қыздың миы сияқты, яғни туылғаннан инвалид болған. Ерекше аурумен ауыратын қыз болған. Бұл қыз әдемі болса да, ерекше ауруына байланысты 25 жасына дейін ешкім үйленгісі келмейді. Сондықтан 25 жасында ағасы брачный агентствоға бұл қыздың данныйын береді, жақсы күйеу табылса екен деп. Ол жерде бұл қыздың инвалид екені жазылады. Сол жерден бұл қызға үйленетін жігіт табылады. Бұл қыздың түріне қызықты ма, әлде байлығына қызықты ма белгісіз. Ол жігіт мына қыздың суретін көре сап, осы қызға үйленем деп шешеді. Бұл қызға үйленгісі келген Кумар деген жігіт бұл қыздың әке-шешесіне ұнайды сразу, өткен бір үйдің жалғыз баласы и банкте жұмыс істейді екен. Әрине бұл қыздың семьясынан төмендеу, бұл қыздар бай тұрады, сонда да қызына үйленетін жігіт табылғанына қуанады. Сонымен бұл екі жас 2021 жылы үйленеді, әке-шешесі қыздың әбден шашылады. Индияда қалың малды қыз жақ береді, еркек жақ емес, қалың мал береді. Жігіт жаққа 700 грамдай алтын, 6-7 мың доллардай ақша, сосын бір машина береді. Лишь бы қызымыз бақытты болып кетсін деп әбден шашылады, тойдың бәрін өздері жасайды. Мына Кумардың әке-шешесі ешқандай ақша шығармайды. Үйленген соң бұл қыздың барлық минустары шыға бастайды. Келін ретінде жұмыс істей алмайды, специяларды ажырата алмайды, енді көп тірлікті істей алмайды ғой. Соның кесірінен енесінен и күйеуінен постоянно таяқ жейді. Бірнеше айдан кейін қыздың әкесі жағдайын білуге келеді, қыздан сұрайды, бәрі жақсы ма деп. Қыз бәрі жақсы деп айтады, өйткені күйеуін жақсы көреді. Сонда да әкесі байқап қояды, қыздың асып кеткеннен бір-екі жер көгеріп тұрғаннан кейін жігіттің әке-шешесіне айтады: мен служанканың айлығын төлейін, менің қызымның минустарын білемін, сол үшін кешірім сұраймын, өзім ай сайын төлеп тұрам, өтініш қатты тірлік артпасаңыздар екен қызыма деп. Жігіт жақ келіседі, ай сайын әке-шешесінен ақша алып тұрады, плюс солай күндер өте береді. Бір жылдан кейін бұл қыз ұл туып береді, дені сау ұл туып береді. Сонда да мына жігітке бұл қыз жақпайды. Күлгеннің өзі раздражать ете бастайды бұл жігітті. Әйелінен құтылудың жолын іздеп, әйелін өлтіретін жылан іздейді. Сөйтіп цепочная гадюка деген жыланды сатып алады ғой. Өте улы жыланды алады, адамды шаққанда қанын тромбқа айналдырып өлтіретін жыланды үйіне әкеледі ғой. Екінші бөлімі бұдан да қызық болады, мына жерге сыймай қалды, келесі видеода айтамын. Бұл жігіт улы жыланды екінші этажға жібереді, өзі бірінші этажда тұрып, әйелінің атын айтып шақырады. Әйелі жүгіріп келе жатқанда жыланды көреді да айқайлап жібереді. Айқайлаған соң ана үйдегілер естіп жыланды өлтіріп қояма деп бұл жүгіріп барып жыланды өзі пластмассовый бір ыдысқа салып ұстап алады. Типа әйелін құтқарған сияқты. Әйелін олай өлтірамасын түсініп, әйелді ұйықтату керек болады. Сонымен әйелге снотворный беріп ұйықтатады. Әйел ұйықтағанда ана жыланды үстіне тастайды. Әйелдің, бірақ жыландар естеріңізде болсын, адам өзі басып кетпесе, адам өзі әрекет етпесе, жылан шақпайды. Қимылсыз жатқан адамды жылан шақпайды. Шақпаған жыланды көріп, жыны келіп, қыздың қолын алып, қыздың қолымен ұра бастайды жыланды. Сол кезде барып, өзін құтқару үшін жылан қыздың қолын шағып алады. Артынша скорый шақырады, әйелімді жылан шағып алды деп, енді ойлап қалады ғой, скорыймен больницаға барғанға дейін әйелім өліп кетеді деп. Бірақ бұл қыз өлмей қалады. 52 күн больницада жатады. Больницадан шығатын кезде қыздың әке-шешесі айтады, бұл қыздың аяғы жүрмей қалады. Әке-шешесі айтады, біз өзіміз емдеп, қызды аяққа тұрғызып берейік деп, қызды әке-шешесі үйіне әкетеді. Қылмысы іске аспаған бұл жігіт тағы да жылан сатып алады ғой, бірақ енді одан да улы королевская кобра деген жылан сатып алады. Кобрасын алып әйелінің әке-шешесінің үйіне барады. Сөйтіп үйде ешкім жоқты пайдаланып, қыз жатқан бөлмеге кіріп, қыздың ұйықтап атады, қыздың үстіне жыланды жібереді, кобраны. Кобра қимылсыз жатқан адамды тоже шақпайды, сондықтан бұл жігіт жыны келіп, әйелінің мұрны мен аузын бір қолымен жауып тұрып, бір қолымен жылы кобраның басын ұстап, мына әйелінің қолын шақтырады, екі жерінен. Содан әйел байғұс өледі. Үндемей бұл шығады да кетеді. Оны
бұл қыздың мамасы кіріп қалып, қыздың өліп жатқанын көріп, іні жерде жатқан Кобраны да көріп, скорый шақырады. Тірі ма, өлі ма қызын анықтау үшін. Скорый келген қыздың өлгенін анықтайды, бірақ Кобраның шаққан жері арасы ұзақтау екен да, қолды. Олай шақпайды екен Кобра казса. Бұл что-то не то деп тірліктің бәрін тексергенде, мына жігіттің барлық бұлықбайы шығады. Полициялар барлық істі тексеріп, бұл жігіттің барлық несі анықталып, кінәсі, бұл жігітті пожизненно өмір бойлық түрмеге қамайды. А баласын бұл қыздың әке-шешесі өзінің атына жазып алып, фамилиясын да өзінің атына ауыстырып, бұл қыз байғұс өліп кетті енді, бала әке-шешесінде қалады қыздың.